Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Мен Әбілхан Нұрболат, Қазақстан Республикасының азаматы. Полиция капитаны Таупихов Тарих Талғатұлының заңсыз іс-әрекеттері сотта қолдауын тауып, менің заңмен қорғалатын құқықтарымның тапталуына байланысты сіздерден көмек сұраймын. 6 қазанда Астана қаласының ауданаралық сотының судьясы Ибрашев жазатайым оқиғаға мені кінәлі деп танып, заңсыз әрі әділетсіз үкім шығарды. Оқиға былай болды. 19 тамызда Семен Александрович Сарайшық көшесімен BMW X5 автокөлігімен келе жатып, солға бұрылуға заңмен қатаң тыйым салынған жерден солға бұрылып, қарама-қарсы бағытта келе жатқан менің автокөлігімді соғып тастады. Бірден кінәсі мойындап, барлық шығыныңды өтеп берем деді. Бірақ оның ұсынған ақшасы аз екенін түсіндіргенімде, ендеше өз обалың өзіңе, сен менің кім екенімді білмейді екенсің, әлі соңымнан талай жыл жүгіресің деп нақты кесіп айтты. Біз қарапайым халық қашанғы осындай бай манаптардың құрбаны боламыз? Қашан әділдік орнайды? Содан оқиға орнына полиция шақырылды. Оқиға орнына келген полиция капитаны Таупихов оқиғаны көріп, бірден алаңдамаңыз, заң сіз жақта деп кесіп айтты. Содан Семен Александровичпен сөйлесіп келгеннен кейін, бұл оқиғаға сіз кінәлі екенсіз деп маған ашық айып таға бастады. Барлық дәлел құжаттар қолымда бар. Бірақ осы іске қатысты Семен Александровичті 6 айға жүргізуші куәлігінен айырғанын судья Ибрашев іске қоспай қойды. Осыған байланысты Ішкі істер министрі, бас прокуратура, жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов мырза және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздерден оқиға орнына келген инспектор мен үкім шығарған судьяның іс-әрекеттерінің ақ-қарасын ажыратып берулеріңізді сұраймын. Мен жаңа Қазақстанға сенемін. Сенгім келеді.